Баршаңызға сәлем. Барлығыңызды арнамда көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бүгін жемісті пирог дайындаймыз. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Ең алдымен пирогты дайындау үшін 4 жұмыртқамызды жарып, ыдысымызға салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Осылай жақсылап көпіргенше араластыру қажет. Араластырып болғаннан кейін қантымызды біртіндеп салып, аз-аздан салып араластырып алып, қайтадан салып солай істейтін боламыз. Қантты осылай біртіндеп араластырып салған кезде пирогымыз жақсы көтерілетін болады. Енді сүтімізді құямыз. Сүтіміз жылы болу керек. Ерітілген сары майымызды құйып, тағы да араластырып аламыз. Содан соң ванилин саламыз. Ванилин салмасаңыздар да болады, бірақ мен әркім өз қалауынша мен ванилин салып жасаған болатынмын. Неге осылай араластырып аламыз ванилинді. Ұнымызды 53-тен өткізіп араластырамыз. Және де қалған ұнымызды тағы да 53-тен өткізіп саламыз. Және де оның үстінен разрыхитель 10 грамм салып жібереміз. Жақсылап тағы да араластырып аламыз. Қамырымыз дайын. Міне осындай сұйықтық шықты. Енді диаметрі 20 см табанымызды майлап алып, пирогымызды құятын боламыз. Мен пирогыма слива қосатын болам, және де шие қосатын болам, вишня. Бұл жемісті пирог болғаннан кейін әркім әртүрлі өзінің вкусына қарай әртүрлі жеміс жидек қоссаңыздар болады. Менде слива мен вишня. Неге үштіп сеуіп шығамыз үстіне. Өте әдемі және өте дәмді болып шығады.
рецептке осындай кереметтей пирог шықты. Енді 180 градусқа 30-35 минутқа пісіріп алатын боламыз. Мінекей менің пирогым дайын, өте әдемі және өте дәмді болып шықты. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Ас болсын, баршаңызға рахмет.